Мен бүгін ешқандай контент түсірмеймін ба деп ойлап едім. Түрімде кішкене қатешка болып тұр. Бүгін мынандай демалам, теннис ойнайын деп теннис ойнадым, жаңа ғана демалып отырмын. Қазір біз ертең болатын выпускнойды талқылап жатырмыз. Қайсысы көрейікші? Көрсетші. Не бар? Оның ішінде лента бар. Бізде Сен ана қара көзсің ба, который ақша жинап квартира сатып алған 24 жасында? Қайсы жақындатшы? Еркін. Еркеуған әріпбай именно ғой мынау кәдімгідей. Құдай самасын. А вы что думали? Жания ханым, сіз Я умею только... не тағасыз? Тоже осындай ленчик там. Сіз ше? Сіз қауын жейсіз ба? Араларында мектептің выпускнойына барамай қалғандар бар ма? Бәріміз бар. Бәрің барына ма? Карантин болды ғой бізде. Бірінші выпускнойың құтты олсын. Біздің осы қазір осы кабинетте отырған адамдардың ішінде нөмір 1 гольфист қой. Қара көзім дейін салып берейін ба? Давайте. Өзім. Ағайсыз прям жаттамасыз ғой, дәл солай келеді. Таныс қояйық, менің атым қара көз 24 жасында квартира сатып алған. Ой, жұмыс істеу керек па? Жұмыс істеу керек па не шынында да? Давайте бір жүгіріп өтейік. Бізде жалпы ертең және ағыл күні инвест кешпен бітіру кеші болады. Инвест кеш бізде қайда болады? Айша Бибі деген отельде болады кішігірім. Короче, сен көтересің, мен сені еліп алып. Мен вальстан микрофонмен андай айтып тұрғанмын. Ағай, сіздің әйеліңіз келеді, сіз вальс билейсіз. Қақтап тыңдатам. Дейсің, уа, так-та вальс. Енді бір қарбыз жесек, иә? Нан мен лепешка. Мынандай қауынды жегеннен кейін өзбекше гәбілешеді екенсің, иә? Берек жетіп қауын деп айтты екен болады. Оларды ертеңді құбайға бар. Қазір мен мына жерде Айша Бибі деп аталатын жер шығар, сондай жерге келдім. Бүгін студенттерімізбен бірге инвест кеш болады. Инвест кеш деген не? Мен 3 сағат, 4 сағат бойы ол кісілерге сабақ берем, офлайн. Жалпы оның мақсаты не десек, осыған дейін үйренген дүниелер бар, солардың барлығын қорытындылаймыз. Мында міне конференц-зал деп жазып тұр екен. Конференц-зал деп жазып тұр, примерно ана жақта өтетін шығармыз деп тұрмын. Солардың барлығын қорытындылаймыз, не үйренді, не білді, қалай болды, қалай болмады. соның барлығын білеміз. Ал мына жерде ел жұрттар уже отыр екен. Что-то дымно тут. Где твои кенты? Что-то их не видно тут. Кто там? Ужас. Армандарына орай примерно классификация мысалы болады. Мына екеуінің ортасындағы не болады? Кстати, мына жерде ұмытып кеттім, да, мысалы, мына жерде. Примерно қазір дейтін өз жасап жатырмыз. Осыған дейін сұрақтарға жауап бердім. Енді ары қарай сұрақтар енді болса арасында жауап беріп тұрам, бірақ ары қарай менің айтқым келетін дүние бар, соларды айтайық. 1050 болып кетсе. Яғни мен оны сатып алғым келсе, 1050-ден сатып аламын, ал яғни кірісі 5%-ға азайып жатыр. Бай болғың келсе, төлін өсіру керек. И төл беріп тұрған малды өлтірмеу керек. Орындалмаса, 2 кварталда жаңағыдай шықпаса, но нет. В общем, примерно 2 сағат бойы сабақ айтып жатырмын. 2 түрлі жерім шаршады дейікші. Тамағым шаршады. Мен бірінші салдым қайта. Барлығымыз құрмет тұрып, несіз, көңіл сәзә бәрі сияды деп. Мынау залға бәріміз сиямыз, бірақ камераға бәріміз симаймыз. Сонымен уф деп бүгін бірінші инвест кешті бітірдік, офлайн сабақтарды бердік. Осы кісілердің барлығымен ертең енді выпускной өткіземіз. Ол выпускнойда бүгінгідей сабақ өтпейміз, андай көңіл көтеру болады, әртүрлі сыйлықтар тапсырамыз, вообще тема болады. Ал бүгін мына жерде блокноттарыңызды алғысы келетіндер ана жерден алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ертең барлықтарыңызды күтем, кешікпейміз.
әділетпен берейік. Басынан бастап қалай До конца енді бір 4 рет қайталайтын, 4 рет қайталаудың қажеті жоқ, движениялардың түрлерін көрсетші. Мына жерде Хого Урумчи деген жер бар дейді. Мына кісі отырып алып ешкімге айтпай тамақ жеп отқан қалай кетті қыздар, жігіттер? Кайф. Саған не жоқ, мен басқалар. Опа, мен бір туған. Анео хасе요. Машит кетесе요. Чөнен еркелерім дейді. Меню бересіңдер ма? Короче, мынау. Бұл ет емес, соядан жасалған. Қамырмен ет па бір бәле, бұны дейтін соуспен жасап жеу керек. Шыны керек, ет сияқты қатты ұнамады. Бірақ екінші кузовында жеуге болады екен. Чуть-чуть өзім дейтін асығып келе жатырмын мына жерде. Выпускной болып жатыр, сол выпускнойға қазір мына жерде адамдар жиналып жатыр. Құдай замасын. Осындай жерде тұрып, өзімді кішігірім звезда сезініп кетемін осындай күндері. Сіздер салонда бірдеңе қалдырдыңыздар ма? Өзіне тағып апты да, мен дейтін түсіп кетіп қайтадан келіп жүрмін. Жақсы ма? Дадық үздік студенттерге Дубайға жолдамасымен бірге. Мұнда бізде $50, одан кейін TQT және де жеке консультация Еркебұлан Мырзадан. Мына кісілердің барлығы бізден 2023 баяғы өткен заманда бітірген кісілер мені қолдап келіп отырған. Негізі адамдарды былай қол ұстап шығарады дегенде осындай байып болады деп ойлап отырған. Тема кетіп жатыр. Оңтүстік астанамыз Алматыда. Құрметті қаржы салалық курсының түлектері, бүгін міне сіздер өте бір маңызды білімнің бірінші белесінен өтіп жатырсыздар. Енді әр адамға бұл өмірде қаржылық тұрақтылық керек деп ойлаймын, өте маңызды деп ойлаймын. Енді бай, дәулетті болыңыздар. Енді менің осы көзімнің ағымен қарасын, жарқын, айналайын, баламнан әр адамға Баталай жасап, жүрегіңізге шыққан қорғасындай. Және Жабытай және Айдын Нариман қызы. Мектеп бітірген кезде өзі мектеп келіп, 10-шы сыныпта бітіріп жатқан балаларға өздерінің ақылын айтуға келіп жатады ғой. Сол сияқты сіздер де осы курстың түлектері ретінде бүгінгі жаңа түлектерге өздеріңіздің ақыл кеңестеріңізді жалпы осы бастайды. Баяғы өткен заманда 23 жылы бітіріп кеткен түлектеріміз келіп, бір тілектерін айтып жатыр. Мына жерде отырған жаңа түлектерімізге алда не болатынын айтып беріп жатыр. Бала кездер осы білімдеріңізді енді өмір бойы қолданып, байи беріңіздер. Жалпы ең курсы өте уникальный курс. Жалпы қазақ тілде бұндай инвестицияны үйрететін курс жоқ. бұл енді сіздерге, біздерге осы қаржы салымымызды ашқан барлықтарыңызға ең бірінші үлкен жолдама осы біздің
әсіресе осы қазақтардың үлкен бір жақсы жолдама болды деп ойлаймын. Бұл кішкентай сыйлық, бірақ ар жағында үлкен ниет бар, үлкен тілек бар. Қандай тілектесіз ол? Еркін групптың осындай жеке самолеті болсын. Алғашқы болып Дубайға жолдаманы, скорее всего, немен барып жеңіп алған ол біздегі Берікбай Ерболат. Ибрагимова Айгерім ханым. Осылай жаңа айтып кеттіңіз, сіздің студенттеріңіз қазақ тілінде, қазақша тілде деген шынымен ол өте мақтанарлықтай курс. Себебі ондай курс, өзім психолог болып жұмыс істеймін, өте көп курстар өтемін. Соның ішінде бұл енді өз мамандығыма қатысы жоқ бір курс болды, шыным керек, бірақ өте қызық болды. Видеоларыңыз қысқа да нұсқа, нақты, қазақша, тақ етіп айтасыздар. Мен оқығыңыз келіп тұрады, әрдайым сізге ерекше алғыс, сіздің түсіндіргеніңіз, эфирларыңызды, кураторлар бәрін күтіп отырамыз. Енді шынымен үздік оқушы болды. Әділжан мырзаның енді эфирлері от қой негізі. Есіміңіз? Әсем. Қайғыла? Алматы. Есіміңіз? Қайғыла? Қарағанды. Тамаша. Менің қолымда болса сіз жеңіске жетер едіңіз. Кеттік. Келесі бізде тапсырма кімнің тісі көбірек сол жеңіске. Санаймыз. Сауаттылықты қолданатын кісілер құтты болсын, барлық жеңістеріңіз. Сол жеңістердің ішінде Анандай жүзден жүйрік мыңнан тұлпар деп айтқан қате шығар. Енді көпшілігі дейтін әдетте бір-бірінен қатты асып тасып жатпайды, бірақ сол бір қадамды ертерек жасап, бір қадамды көбірек жасап, бір қадамды сондай әртүрлі жеңістер болады. Солардың бірі ретінде бүгін біз қаржылық сауаттылық курсында белсенді болғаны үшін дивидендті аристократ студент номинациясымен Бажикова Анар деген ханымды құтты болсын. Анар ханымға біздің бұл жердегі сыйлығымыз $500 инвестициясына сыйлаймыз. Құтты болсын. Бұл $500-ымыз 5-6 жылдан кейін біраз ақша болып қалады. Қаржылық сауаттылық курсында белсенді болған үшін тұрақты даму идеалы студент номинациясымен марапатталады. Ерлеспай Алмат деген Алмат мырзаға да дәл сондай брокерлік шотына $500 алғашқы инвестициясына марапатпен біздің студентіміз марапатталады. Бұл жерде мына бір Дубайға билетті сыйлаймыз. Ол Дубайға сіздер жалғыз бармайсыздар, біздің командамен барасыздар. Көбіне енді Дубайда жүргендердің бәрі біледі, Әлжан жетектеп жүреді. Дәл солай сіздерді де бір саяхаттан жетектеп жүреді. Дәл сондай марапатпен бүгін соңғы студент қойдым, бүгін 2 студент бар. 2 студенттің бірі Тажыбаев Ермек деген сарапшылар. Кім деп ойлайсыңдар? Енді менің командам ғой, барлығы қобалжып. Осындай командада үздік атанып Дубайға жолдаманы ұтып алған, дәл осы жұмысқа Павлодардан болса да келемін деген Айнұр ханым Дубайға.
таныс болайық, дұрыс болайық, бірге суретке түсейік, бірге естелік жасайық деген ниет болған. Осы ниет орындалды деген тілек темін осы жерде енді сыйлығын алып жатқан, ұтып жатқан кісілер бар, сыйлықты ұтпай маңызды білімін алып жатқан кісілер бар. Барлықтарыңызға алдағы уақытта жүретін жолдарыңызда сәттілік, сол жүретін жолдарыңыздың ортасында біздің жолмен кішігірім бір уақытта қиылысып кеткеніне мен ризамын, бірақ сол қиылысымыз кейде арасында мынандай жолдарымыз жабысып қалып, бірге жүріп кетсек тіпті жақсы болады. Сондықтан хабардар болайық, білісіп болайық, чаттан, телеграм чаттан шығып кетпеңіздер, сөйлесіп тұрайық, жаңалықтар болады. Білесіздер, мысалы, алда тағы да осындай тойлар болады, тағы да инвест кештер болады, тағы да шаралар болады. Чатқа жазамыз, келіп тұрыңыздар. Бері осы бітіру кешінде жүрміз, шараларды ақырындап аяқтап қалдық. Қалай, сіздерге ұнады ма? Бұйырса, қаржылық сауаттылық курсының түлектері құтты болсын. Бай болыңыздар.